Бүгінде спорт әлемінде ғана емес, бүкіл ел ішінде үлкен резонанс тудырған жаңалық Шавкат Рахмоновтың отбасына қатысты жол апаты. Белгілі еф спортшысы Шавкат Рахмоновтың жары 27 шілде күні болған қайғылы жол көлік апатына түсті. Оқиға кезінде көлікте оның екі құрбысы болған, өкінішке қарай, екеуі де қаза тапты. Ал шүкір, Шавкаттың жары мен 3 жастағы ұлы аман қалды. Оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілген, қазіргі жағдайлары тұрақты. Бастапқыда желіде түрлі қауесеттер тарап, жұбайын кінәлі қылып көрсетуге тырысқан жазбалар тарады. Алайда ресми мәлімет бәрін нүктесіне қойды. Шавкат Рахмоновтың жары Гулайым Рахмонова қорғануға құқығы бар куәгер ретінде ғана тергеліп жатыр. Ол қылмыскер емес. Жамбыл облысы полиция департаментінің хабарлауынша, қазіргі таңда жол көлік оқиғасы фактісі бойынша объективті жағдайды анықтау үшін тергеу амалдары жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалған, ал тергеу нәтижелері дайын болған соң ғана заңға сәйкес шешім қабылданады. Осы уақытқа дейін Гулайым Рахмонова Алматы қаласындағы арнайы орынға жеткізілген және барлық заңды құқықтары қамтамасыз етілген. 201 бабына сәйкес тергеу мүддесіне байланысты өзге мәліметтер жария етілмейді. Бұл ақпаратты тек ресми деректер арқылы күту керектігін білдіреді. Қазір әлеуметтік желілерде Шавкаттың жанкүйерлері мен қарапайым халық оның отбасына жылы лебіздерін жеткізуде. Алла сақтасын. Бала аман қалды, бастысы осы. Шавкат, мықты бол, деген қолдау сөздері толассыз жазылып жатыр. Бұл қайғылы оқиға тек бір отбасының ғана емес, бүкіл жанкүйер қауымның жүрегін ауыртқан сәт. Біз де Шавкат Рахмонов пен оның отбасына тек амандық тілейміз.